Бір күні Хазіреті Әбу Бәкір, Алла одан разы болсын, ардақты пайғамбарымыз, адамзаттың мырзасы, сүйіктісі әрі құрметтісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам отырған жерінде бақытты болып отыр еді. Сол кезде бір нашар мінезді, әдепсіз адам келіп, Әбу Бәкірге тіл тигізіп, орынсыз сөздер айтты. Ғаламның мырзасы әрі адамзаттың ең құрметтісі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол әдепсіздің Әбу Бәкірге жасаған құрметсіздігіне жауап қатпады. Жай жымиып қана отыр еді. Бірақ әдепсіздің шектен шыққан сөздері Әбу Бәкірді ашуландырып, жауап қайтаруға мәжбүр етті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрып, сол жерде кетіп қалды. Хазіреті Әбу Бәкір радиаллаху анху пайғамбарымыздың соңынан барып: «Уа Алланың елшісі, неліктен ол әдепсіздің әдепсіздік жасап, жүректі жаралағанына үндемей отырдыңыз? Ал мен оған жауап берген кезде кетіп қалдыңыз. Бұған не себеп болды?» деп сұрады. Сонда Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Уа Сыддық, ол әдепсіз және бақытсыз адам саған тіл тигізе бастаған кезде Алла тағала бір періште жіберді. Сол періште ол адамның сөздерін қайтарып, оны тоқтатуға тиіс еді. Бірақ сен ашуланып оған жауап берген кезде періште кетіп, оның орнына Ібліс келді. Іблістің тұрған жерінде мен бола алмаймын» деп жауап берді. Осы оқиғадан кейін Хазіреті Әбу Бәкір радиаллаху анху өз аузынан артық сөз шықпас үшін аузына бір тас салып жүретін болды. Сөз айту керек болғанда алдымен жақсылап ойланып, тасты аузынан шығарып, сосын барып сөзін айтатын. Кейін тасты қайтадан аузына салып, зікір мен Алланы мадақтаумен айналысатын. Ол ешкімге қажетсіз дүние сөзін айтпайтын. Егер сөз айту міндетті және өте маңызды болса ғана сөйлейтін. Басқа уақыттарда күндіз түні тек Алланы еске алумен және зікір етумен шұғылданатын. Бұл әңгіме бізді сабырлы болуға, ашуды бақылауға, ойлап сөйлеуге және әр сөзімізге жауапкершілікпен қарауға үйретеді.